Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Ресей басшысы Владимир Путинмен кездесуінде елімізде АЭС салу талқыланыпты. Онда Путин станцияны ресейлік технологиямен салуды ұсыныпты. Ертең Қазақстан атом электр станциясын салуға шешім қабылдаған жағдайда Алматы облысында атом электр станциясын салуға арналған жер белгіленіп үлгеріпті. Алаң Алматы облысы үлкен ауылы болып таңдалған екен. Біз атом электр станциясын салу үшін алаң таңдадық, бірақ әлі шешім қабылдаған жоқпыз. Салу үшін ең қолайлы технологияны таңдаймыз депті энергетика министрінің орынбасары Мағзұм Мырзағалиев. Иә, атом электр станциясын салу бәрімізге үрей тудырады. Семей полигоны, Чернобыль және Фукусима апаттары бәріміздің есімізде. Бізге қорқыныш әкелетін жайт ол радиация. Жалпы радиация жайлы не білеміз? Сіз ғалам және табиғат арнасындасыз. Бүгін біз радиация жайлы әңгіме қозғаймыз. Еске сала кеткен жөн, біздің әлем лего ойыншығы сияқты кірпіштерден құралған. Бұл кірпіштер одан да кіші кірпіштерден салынған. Мысалы, қарапайым заттар тордан, торлар кейін молекулалардан, ал олар атомдар мен электрондардан тұрады. Сіз бен біз сияқты тірі ағзалар мүшелер жүйесінен, содан кейін мүшелерден, содан кейін ұлпалардан, ал ұлпалар жасушалардан тұрады. Жасушалардың да өзіндік құрылысы бар, яғни ядросы, қабығы және органеллалары бар. Жасушалар үлкен және күрделі молекулалардан тұрады. Барлық басқа заттар сияқты молекулалар атомдардан құралған. Біздің денеміздегі немесе кез келген заттардағы барлық атомдар тұрақтылыққа немесе бейтараптылыққа ұмтылады. Оң зарядталған ядроны теріс электрон теңестіру керек. Әртүрлі зарядталған атомдар бірін-бірі іздеп жүріп тауып молекула болып байланысады. Тепе-теңдік үшін барлық атомдар тәртіп пен тыныштықты қалайды. Кейде бұл тепе-теңдік бұзылады және бүкіл жүйе қайтадан орнына қайтып келмеуі мүмкін. Бұл тепе-теңдікті бұзатын нәрсе ол радиация. Радиация бұл бөлшектердің ағындары. Біздің ағзамыздағы атомдар мен молекулаларды иондандырып, немесе айтқанда бос радикалдар жасап жібереді. Яғни белгілі бір жүйеде химиялық байланыстарды үзетін және молекулалық өзгерістер тудыратын бөлшектер пайда болады. Бұл бөлшектер жасушаны бөліктеп те немесе бәрін тұтастай зақымдайды. Дәлірек айтсақ, радиация біздің атомдарды зарядтап жібереді. Осыған байланысты жасушалар бұзыла бастайды, немесе өле бастайды. Бәрі радиацияның қандай түрі және радиация алған уақыттың мөлшеріне байланысты. Сол үшін біз радиацияның қандай түрлері бар екеніне тоқталуымыз керек. Радиация әртүрлі болады. Оның пайда болуының көптеген көздері мен механизмдері бар. Мысалы, біздің айналамызда әрқашан табиғи, шағын болса да радиациялық фон болады. Біз оған соншалықты қатты үйреніп кеткенбіз, онсыз ағзамыз өзін-өзі нашар сезінер еді. Бұл радиациялық фон ғарыштық сәулелерден және жердегі атомдардың тұрақсыз ядроларының сәулеленуінен пайда болады. Ғарыштық сәуледегі радиация жаңа жарылыс жасаған жұлдыздар мен пульсарлардан ұшып келеді, және сәйкесінше біздің өзіміздің күнімізден ұшып келеді. Ал екінші түрі, ол маңыздысы, калий, торий және уран сияқты элементтердің изотоптарының табиғи ыдырауы. Олар барлық жерде бар. Тіпті өзіміздің күнделік жеп жүрген бананда калийдің 40-шы изотопы кездеседі. Радиация әртүрлі көздерден таралуы мүмкін. Ол табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғиін қарастырдық, ал жасанды түрін 4 бөлікке бөлуге болады. Бұл бөлек нейтронды сәулелену, альфа сәулелену, бета сәулелену және маңыздысы гамма сәулелену болып табылады. Осы радиация түрлерін уранның радиоактивтілігін зерттеген кезде Эрнест Резерфорд ашқан болатын. Ол радиоактивті препаратты мыс түтікке салды, ал екінші жағына шағылыстыратын элемент қойды. Радиация оған түсе ме жоқ па соны білгісі келген болатын. Сізге түсінікті болу үшін бұл детектордың бір түрі деп айтсақ артық емес. Ол осы детектор мен сәулелену көзі арасында магнит өрісін орнатты. Құрылғыны қосқан кезде радиация яғни сәуле 3 бөлікке бөлінді. Кейбір бөлшектер бір бағытқа ұшты, оларды альфа сәулелену деп атады. Оған қарама-қарсы бағытқа ұшқан сәулелерді бета сәулелену деп атады. Ал кейбір сәулелер ешқандай реакция бермей түзу ұшты. Бұлар 3-ші гамма сәулелену болатын. Альфа ыдырауды ауыр металдар, уран, радон, торий, полоний сияқты элементтер шығарады. Қарасаңыз, периодтық жүйеде элементтер неғұрлым төмен орналасса, онда оның реттік саны үлкен, және оның ядросында протондар мен нейтрондар соғұрлым көп болады. Мысалы, уран 92 реттік нөмірі,
яғни құрамында 92 протон мен 146 нейтрон бар. Бұл өте көп және бүкіл құрылымды бірге ұстап тұру шамамен айтқанда уран үшін өте қиын. Сондықтан кейде одан бөлшек ретінде 2 протон мен 2 нейтрон үзіліп ұшып кетуі мүмкін. Ал 2 протон және 2 нейтрон бұл гелий атомның ядросы. Жай ғана электронсыз, яғни оң зарядталған. Зарядталған бөлшек болған үшін ол магнит өрісінде ауытқып кетті. Егер гелий атомының ядросы жоғары жылдамдықпен ұшатын болса, онда ол сіздің жасушаларыңызды иондап жіберуге қабілеті жетеді. Бірақ гелий ядросы ауыр болған соң алысқа ұша алмайды. Ауаның өзі оны бірнеше миллиметр немесе сантиметрден кейін оны тоқтата алады. Сондықтан тіпті бір бет қағаз немесе біздің эпидермис арқылы альфа бөлшектері өте алмайды. Ал егер мысалы сіз дем алған кезде немесе шаңмен немесе альфа бөлшектері шығаратын заттарды жеген кезде, қысқаша айтқанда олар ағзаның ішіне енгенде оларға ештеңе кедергі болмайды. Ең жаманы сол. Бұл радиацияның басқа түрлерінен қарағанда 20 есе зиянды. Ол туралы сәл кейінірек айтатын боламыз. Сондықтан Чернобыль апатын жою кезінде шаң үлкен проблема болды және қазірге дейін үлкен проблема болып қала береді. Апатты жою кезінде бұрда деп аталатын ерітіндіні қолданды. Бұл ерітіндімен шаңды жерге жабыстырып, одан кейін сыпырып алып басқа жаққа апарып көмуге болады. Сәулеленудің келесі түрі бұл бетта ыдырау. Оны түсіндіру өте күрделі және кванттық физикасы түсіндіру мүмкін емес. Сондықтан мен егжей-тегжейіне тоқталмай қарапайым тілде айтсам дұрыс болады. Қысқаша айтқанда, әлсіз өзара әрекеттесу деп аталатын белгілі бір кванттық күшті ескере отырып айтсақ сізге түсінікті болады. Ол былай: радиоактивті элементтерде бейтарап нейтрон оң зарядталған протонға айналуы мүмкін. Бұл кезде атомдардан электрон мен нейтрино ұшып шығады, немесе процесс керісінше болады. Протон нейтронға айналады, бірақ бұл жерде электронның антибөлшегі позитрон және тағы бір нейтрон атқылап шығады. Ал енді осы ұшып шыққан электрон мен позитрон бізге зиян тигізе алады, яғни біздің жасушаларымызды иондауы мүмкін. Олардың ұшу алыстығы бірнеше ондаған метрге дейін. Альфа бөлшектерінен сәл алысырақ ұшады. Киімнен, алюминий лисінен, әйнектен тоқтап қалады. Қалыңдығы бірнеше миллиметр жұмсақ қорғалмаған маталарға да ене алмайды. Бірақ іс жүзінде, егер ағзаның ішіне енетін болса, онда үлкен қауіп төндіреді. Мысалы, йодтың 131 изотопы өте жағымсыз қасиетке ие. Ол уран мен плутонийдан көп мөлшерде түзіледі. Яғни, ядролық сынақтар мен Чернобыль апаты сияқты апаттар кезінде қоршаған ортаға шашырап кетеді. Таралудың тұтас тізбектері бар. Мысалы, йод 131 ауаға енеді. Содан кейін жерге түседі, оны өсімдіктер тамыры мен бойына сіңіреді. Бұл өсімдіктерді сиыр жейді, ал біз оның сүтін ішеміз немесе етін жейміз. Осылай ол біздің организмімізге кіріп алады. Ал йод біздің ағзамызға қажет, дәлірек айтқанда қалқанша безіне. Ол оны ұстап алады да өз қажеттіліктеріне пайдаланады. Әрине біз йодтың қалыпты емес изотопын жегенімізді білмейміз. Бұл йод қалқанша безде қалып, жиіркеніш түрде электрондар шығара бастайды және ұзақ уақыт бойы бізді іш жағымыздан бұзады. Оның алдын алу организміміз йодқа қаныққан болу керек және йодтың артық қате изотоптар жинамау үшін йод препараттарын ішу керек. Ең жағымсыз ыдырау ол гамма сәулелену. Оны рентген сәулелермен ұқсас деп айта аламыз, бірақ олардың шығу тегі басқандайлау. Олар жарықтан гөрі энергиясы мен жиілігі әлдеқайда жоғары фотондар. Біздің жасушаларға бетта мен альфадан гөрі аз зиян келтірмейді, бірақ мәселе ол бірнеше жүздеген метр ауада өте алысқа ұша алады және одан толық қорғана алмаймыз. Қорғану үшін қалыңдығы 12 сантиметр бетон немесе 4 сантиметр қорғасын қажет. Және мүмкін ең ұсқынсыз ыдырау ол нейтронды сәулелену. Жоғарыда айтып кеткендей, кез келген ядролардың ыдырауынан кейін одан нейтрондар шығуы мүмкін. Ең бастысы нейтронда заряд жоқ. Сондықтан алдыңғы радиацияларға қарағанда айырмашылығы ешқайда ауытқымайды, субстанциямен әрекеттеспейді. Гамма сәулесінен де тамаша ұшады, бірақ бұл қарапайым нейтрон. Заряды жоқ болғанымен ауыр бөлшек. Атом ядросына еніп оны өзгертіп жібереді. Нәтижесінде қайтадан ионизация болады, немесе одан да тамашасы. Нейтрон келген атомның ядросы жаңа құрылымның арқасында тұрақсыз болады, яғни радиоактивті изотопқа айналуы мүмкін. Сондықтан да радиация алған заттарды көмеді. Мәселе мынада: сіз көлікті алып нейтронды сәуленің астында жүрдіңіз. Ал бұл көліктің бөлшектері бірден радиоактивті изотоптарға айналады.
Япониядан, Фукусимадан қалған осындай көліктерді контрабандалық жолмен бізге өткізіп жатыр деп естідім. Кейін бұл көліктердің өздері радиация беріп, сәуле шығара бастайды және бұл үлкен мәселе.